Қыздар, сәлем. Бүгін біз сіздермен 3-4 жастағы балаға арналған раскраска, яғни бояғыш кітап жасаймыз. Ол үшін бізге мындай А4 парақ керек, ақ түсті. Қаншалықты парақ екенін өздеріңіз білесіздер, ол қалыңдығына байланысты. Сосын түрлі түсті қағаз, ол яғни сыртына керек болады. Содан кейін ине жіп, қайшы, түрлі түсті қағаздар, желім бізге қажет болады. Ал енді бастайық. Алдымен А4 форматындағы қағазды екіге бөлігіп, ортасынан 4 жерінен тесеміз. Инемен тесіп аламыз дағы, енді сол жерінен тігеміз. Инеміз жуан болғаны дұрыс, және жібімізді жуан болғаны жақсы. Мықтырақ болады сол тесіктерден кіргізіп тіге бастаймыз. Жібін ұшын шығармаймыз, себебі оны ішінен байлайтын боламыз. Бірнеше рет, 2 рет өткізсек жеткілікті болады. Мына жағында дәл солай тігеміз. Екі жерінен тігіп алдық. Кітабымыз дайын болды. Енді ішін жасауға көшеміз. Яғни мына беттен екінші бетінен бастаймыз. Себебі бізге 2 бет қажет. Бірінші бетіне яғни үлгісін жасаймыз өзіміз, екінші бетіне бала бояу керек. Яғни мына бетіне немен алдын ала кесіп алдым. Алманы енді осыны желіммен желімдеп шығамыз. Бірінші тапсырмамыз дайын, яғни үлгі ретінде болады балаға. Ал екінші бетіне дәл сондай алманың суретін салып қоямыз. Кішкене соған ұқсастырып, келтіріп. Неге алма, яғни үлгі ретінде болады, яғни қандай түсті пен бояу керек екенін балаға түсінікті болады, қай жерін қандай түспен бояу керек екенін. Мен суретші емеспін, ай өтпеңіздер. Келесі бетіне мысалға мен сәбізді дайындаймын. Мінекей сәбіз. Енді мына жағына мен оның суретін салмаймын, себебі оны балаға түрлі түсті қағазға сәбіздің суретін салып берем. Ол сол түрлі түсті қағаздан өзі кесіп алып желімдеу керек. Сіздер де солай жасасаңыздар болады. Яғни бала өзі таңдау керек. Не карандашпен, немесе краскамен бояу керек, немесе пластилинмен болады. Жағып, яғни пластилинді сонымен толтырса болады мына жерлерін.
немесе осы үлгідегідей түрлі түсті қағаздан кесіп алып желімдесе де болады. Осылаймен ары қарай жалғастыра бересіздер. Балаларыңыз қандай заттарды біледі, көкөністер немесе гүлдерді суретін салып берсеңіз болады. Негізі 3-4 жастағы балаға 2-3 түстен аспау керек, себебі одан асып кетсе ол күрделі болып кетеді, сондықтан бала тез жалығатын болады. Сол себепті 2-3 түстен тұратын заттарды осылай үлгі ретінде көрсетіп берсеңіздер болады. Ал енді сыртын жасайтын болсақ, мысалға мен сыртын да өздеріңіз қалауыңызша жасай аласыздар. Мен қазір сіздерге өзімнің бір үлгі ретінде көрсетемін. Түрлі түсті қағаздан мынандай 4 бұрыштан кесіп алдым, қиып алдым. Мынандай дәл ортасына жабыстырамыз. Бұл жерге баланың есімін жазсаңыз болады. Содан кейін асты бос болмас үшін бізде қыз болғандықтан мен гүлдің суретін желімдеп жасаймын. Сіздер ұл болса, онда мәшиненің немесе тағы өзіне ұнайтын бір заттардың суретін жасап қойсаңыз әдемі болады. Алдыңғы гүлдердің жырықтарын кесіп алдым. Біздің бояғыш кітабымыз дайын болды. Мына жерге есімін жазамыз. Мінекей дайын болды біздің бояғыш кітабымыз. Егер де осындай видеолар ұнап жатса, лайк басыңыздар. Мені арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.